Сәлем достар, сіздермен Әлім Лайф және оның жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Бүгін бізде жаңа айдарымыздың аты жұрт не дейді деген, яғни біз бұл жерде енді отандық көптеген әлеуметтік желілердегі, пабликтердегі өздеріңіз жазған комментарийлерді, пікірлерді жинап алдық және сіздермен бірге соны оқып және де талқылайтын боламыз. Өздеріңіз не ойлайсыздар жалпы осы туралы төменге комментарийлеріңізді жаза кетіңіздер. Олай болса, алғашқы біздің пікірімізден бастайық. Келесі комментариіміз қайтадан Қуат Хамитов ағамызға келдік. Қуат Хамитов өзінің инстаграмына әдемі болып бүйтіп костюм киіп алып, басына шляпа тағып алып, сонау бір Италия мафиясының бір бастықтары сияқты сурет салған екен. Крестный отец в фильме «Решающий раунд» деп сондай бір пост салып қойған екен. Сондай рөлді сомдаған шығар. Қуат Хамитовтың тек қана осы октагонда төбелес емес, кинода түсіп жүргенін білеміз. Соның астына былай жазып қойыпты. Кадиркана дейді. Пирожковозға жұмыс бар, Қуат, хабарлас дейді. Пирожковоз айдайсың ба дейді. Бізде енді білеміз, футболшылардың көбісіне газель айдататын болса, енді газельді үлкен, сәл газельдің бір статусы бар, ол газель деген ат бар ғой. Ал Қуат Хамитовқа сонда сіз пирожковоз айдатуға бағалап тұрсыз ба дегенде сұрақ келеді, және де just нижний пробел брат бір деген жазып қойыпты. Министр футбола Қазақстана деген екен. Әрине Қуат Хамитов біздің Қазақстан футболындағы болып жатқан бүкіл дүниені, бүкіл жайттардың барлығын біледі. Кімге қанша ақша кетіп жатыр, кім қай жақтан не қылып жатыр дегендей барлығын айтып жүреді. Әрбір осы елдің барлығы 20 миллион емес, 19 миллион 999 қазақ ұлттық құрама ойнап жатқан кезде жеңсе екен деп тілеп отырса, бірақ жан бар сияқты жеңілсін деп тілейтін пост жазатын. Жеңіліп қалған кезде зор болды мына Қуат Хамитов отырып вообще жеңілді, сендер қайдасыңдар деп жазатын. Бұл әрине әзіл, құрметті достар, бірақ десек те нағыз енді біздің қазақ футболының министрі деп сондай бір лақап ат берсек те болатын сияқты. Келесі біздің пікіріміз енді бұл кісі енді тұла бойы, тұлғасы бөлек өзі жақында айтқандай, мен жалпы мынау өнерде мен сондай бір творчестволық адаммын, менің шашымның мынандай түрі депті. Шашын жайып бір выпускқа түсірген болатын бағдарламаға. Бұл енді әрине біздің барлығымыздың жақсы көретін Ермаш ағамыз өзінің Instagram парақшасына Астанада футбол ойнап жүріп, мүмкін ЛЛФ па, мүмкін бір жолдасты кездесу ма, бақ өкілдерінің арасындағы чемпионатта ма гол соққанын салған екен. Ол жерге енді мен де пікір қалдырып кеткен болатынмын. Еліктей секіріп гол соққан Ермаш ағам деп. Одан бөлек, бұдан басқа да жандар пікірлер қалдырған көп бұл жерде пікір. Енді барлығына тоқталып оқи алмаймыз, бірақ арасында қызық-қызықтыларын таңдап алдық. Біріншісі Мардан Төлебек, өздеріңіз білесіздер, кезінде Ордабасыда ойнаған футболшы. Златанмын деп едіңіз ғой деп сұрақ белгісін, леп белгісін қойыпты да астына примерно дедім ғой депті. Мардан Төлебек, әрине, қазіргі таңда енді тренд болып жүр ғой осы. Бірдеңке деген едің ғой дегенде примерно дедім ғой деп. Сол сияқты нағыз тек қана бір образы, шашы ғана Златан Ибрагимович емес, алаңда да Златан екенін көрсетіп отыр, және өзінің де бір осыған жазып қойған пікірін мен білемін. Талай Златан сияқты соққан голдарым осындай бейне таспаға жазылмай қалды ғой деп жауап берген. Келесі біздің пікіріміз қайтадан сол Ермаш ағамыз туралы. Енді Ермаш ағамыз Ермаш ағамыз звондап отыр. Қазір сөйлесіп көрейік. Алло? Келесі пікір Дәулет Байдабеков дейді. Алтын допты Қазпочтамен жібере беріңдерсі. Шышыс деген екен кәдімгідей. Ермаш ағаға енді алтын доп түгілі, алтын бутсы не бар жалпы. Лучший игрок барлығын беріп тастауға болады. Бұл кісі енді комментаторлар арасында өзінде бір сөзі бар. Өткен жылы мета рейтингісте жеңген кезінде айтқан, мен жалпы үздік спорт комментатормын, бірақ келесі жылы да ұтып алуға қарсы емеспін деп. Ермаш аға, біз енді Қазпочтадан емес, дәл осы алтын допты өзіңіз көріп тұрған DHL-мен сізге жіберейік, Астанаға қабыл аласыз деген үміттеміз біздің атымыздан. Келесі тағы да осы Ермаш ағаның постының астына жазылған Абдулла Бухарбаев дейді. Қорғаушылар Меганың есігі сияқты ма, жақындасаң өз ашылатын дейді. Әрине, Ермаш ағаны көрген кезде барлығы бұлай ашыла беретін сияқты. Енді Ермаш ағаны жақын танитын адамдар біледі. Тек қана қорғаушылар емес, Меганың есігі сияқты біраз заттың ашылып жүргенін айтып жүр ағамыз, бірақ енді ол туралы өз аузынан естіген керемет болады. Келесі, тағыдай осы Ермаш ағамыздың астындағы комментарий Мағда Ғалиев дейді. Бразилиядан екі кірсабынға ауыстырып алған Аңқылбек деген екен. Аңқылбек деген әрине енді түсінбедік. Бұл тұста мүмкін солай атаған шығар, бірақ
Ермаш ағамыз өте сыйлы кісі, бұлай енді жазуыңызды сұрамаймыз, бірақ Бразилиядан 2 кірсабынға ауыстырып алды деген, білмеймін енді, әрине бұл сіздің әзіліңіз шығар, бірақ Ермаш аға жалпы қазақ комментаторларының арасында, қазақ осы футболмен айналысатын журналистердің арасында жеке өзінің орны бар ерекше тұлғамыз, біз бәріміз оны аға ретінде сыйлаймыз. Сол үшін де Ермаш аға осындай голдарды соға беріңіз, және де халықты осындай керемет шашылығыңызбен қуантып жүре беріңіз дегіміз келеді. Брат, мынау мотиватор деген сонда әр адамға сөйтіп тіресіп жүре ма? Бәрімен сөйтіп ерекше жүре ма? Ертең бұл келап, Әлімжан, мен сен шетелден тауып аламын деп жүрмесің кәдімгідей, ондай бар ма? Е-мое, не істеймін, залға барып дайындала берейін бе онда? Все, кеттік онда. Келесі біздің пікіріміз спорт или нет деген біздің Петр Голиков бауырымыздың Инстаграм парақшасынан қарап қалдым. Осы бағдарламаға дайындалып отқан кезде менің лентамнан шығып қалды. Әнуарбек енді мотиватор деген атпен өте танымал екен. Бұл кісі жеке қатты танымаймын, бірақ боксшы екенін де түсініп отырмын. Бірақ менің назарым неге түсті десеңіздер, Петр Янға кәдімгідей вызов тастапты. Петр Ян мен төбелесемін деген. Петр Ян деген ол UFC-де кәдімгідей шайқап жүрген жігіт. Ал бұл кісіні енді біз боксшы ретінде де мен жеке басым танымайды екен, бірақ біраз боксшыларды танимын. Оқиық. Комментарийлерді Әмір Жан деген жазған екен. Лайет, но не кусает болып тұрғы Әнуарбек дейді. Безопасный дейді. Келесі Сунят 1986. Шумный, но безопасный. Таиландқа барса өті шыдамайды дейді кәдімгідей. Мистер Айбек деген екен. Секірмеген адамың, ұйықтатпаған спортшың қалмады ғой сені. Тастасай болды, братан деп жазған екен кәдімгідей. Және Фарик Загадка коуч дейді. Кетчай сен лаға бермей деген екен. Дәл осы комментарийлерге қарап отқан кезде енді бұл кісінің жалпы фантазер деген өлең бар еді ғой. Ты меня называла деген аздап бір сондай да қасиеті бар сияқты, бірақ мүмкін бұл видеоны көріп жатса маған да айтып қалатын шығар. Енді бірден айта кетейік, Әнуарбек, мен ешқандай боец емеспін, менің сізге деген ешқандай жаман ойлайтын жоқ, бірақ халықтың жазғанын осылай оқу менің парызым. Кеттік әрі қарай. Мынау ақпараттан қарашы вообще, мынау ужас қой мына комментарий вообще. Келесі комментариіміз Ақтөбе футбол клубының инстаграмнан тауып болдым. Жалпы іздеп отқан кезде осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтайды екен. Бұл жерде Ақтөбенің 3-1 ойыншысы тұр, үшеуі де гүл ұстап тұр деп, мен де кәдімгідей бір андай мимишный болып отқам ғой. Осының астынан бір күлі комментарий таппайтын шығармын. СММшіктер, жарайсыңдар, қыздарды жақсы құттықтапсыңдар деп отқан ем. Пақ етіп қателесем. Неге десеңіздер, Смайылов Нурик деген бауырымыз. Дәл осы суретте, енді қателеспесем, Габи Кики, Әлібек Қасым және Богдан ВТЖ-лі отыр. Со үшеуінің астында былай жазып қойыпты. Әрине, Габи Кики негроид, Әлібек Қасым монголоид, және де Богдан ВТЖ-лі европейт деп қойған екен. Бұл жерде енді қайтадан сол бір қазақи әзіл, қазақи бір әзілдің стилі десек те болады. Бірақ енді қаншалықты былай жазған дұрыс деп те ойлаймын өзім. Келесі біздің пікіріміз Қазақстан футбол федерациясының инстаграмның алдында Жуков ұлттық құрамаға қосылған сәтінен енді білеміз, көптеген ойыншылар ұлттық құрамаға қосылғанда әрқайсысын жеке-жеке осы инстаграмға, әлеуметтік желілерге салып жатқан болатын, және Жуковтың астына да Қайрат ұлы 19 деген былай жазып қойған екен. Қайтқан Гошада береке бар деген. Нағыз енді бұның енді оригиналына, түп нұсқасына келетін болсақ, қазақ тілінде мақал бар, қайтқан малда қайыр бар деген. Соған ұқсатып жазғанда айтып отырмыз. Өз басым қайта оралғанына қуаныштымын, жақсы ойыншы соңына дейін ойнайтын деген екен. Бектұрсынов деген бауырымыз осыны жақтатпайтындарды түсінбеймін. Ойыны жақсы, ортаны жақсы ұстай алады. Бізге Жуков секілді ойыншылар жетіспейді. Келгені жақсы болды деген екен. Кезінде ойнағысы келмеп еді ғой. Менсінбей дегенде Жасик деген бауырым жазыпты, және Нұрислам Абан дейді. Асхаттан қазір осы жігіт пайдалы деген екен. Жуков жалпы ұлттық құрамаға келді, тәп-тәуір ойын өрнегін көрсетеді дегенде ойдамыз, және алдағы уақытта тек қана осы 1-2 ойынға келмей біздің ұлттық құрамамыздың нағыз нық ойыншысы болады деген сеніміміз бар, және Жуков өз таңдауынан енді ешқашан бас тартпайды дегенде
үмітіміз бар. Келесі тағы да біздің пікір Қазақстан ұлттық федерациясының, футбол федерациясының дәл осы Инстаграмнан алынған. Бұл жерде Рамазан Оразовтың келгені туралы айтқымыз келеді. Және де тағы да қазақи Әзіл Сабыров 0909 деген бауырымыз Оразов мал күтеміз деген екен кәдімгідей. Бұл жерде енді сіздер түсінбей жатсаңыздар, не айтып жатыр десеңіздер, Рамазан Оразов білеміз, Селкебургта ойнайды. Ол Данияның футбол клубы, және де дат тілінде енді гол деген сөз, ол мал деген сөзбен айтылатын, және де осы Рамазан гол соғып жүрген кезде Рамазанның сурет тұрады, былай қолын сермеп тұрады да, астына төбесіне былай Оразов, астына мал деп жазып қоятынды білеміз. Және Оразовтан шынымен де ұлттық құрама сапында біз осы ойындарда көп бір атар мал, бір мал көп күтейікші кәдімгідей ше. Қыстаудан шығып атқан бір құлындар, көптеген бір қозылар күтейікші түлеп жатқан, және Рамазанға сәттілік дейміз. Ал Сабыров 0909 керемет пікір. Келесі пікір қайтадан Қазақстан футбол федерациясының Инстаграмдан. Бұл жерде мынау жақында болып жатқан әңгімелерге байланысты біздің осы бауырымыз Сейіл Қожатай Асхат Тағыбергеннің Дания қақпасына алыстан соққан ғаламат голын салған екен. Сейіл, бұл да сенің тарапыңнан жасалған өте керемет іс деп ойлаймыз. Саған рахмет. Және де осы бір тұсқа Рамазан.2412 деген бауырым жазған екен. Уэльске осылай салшы, әкімнің үні өшсін деген екен. Нағыз футболшылардың енді жауап беретін жері, футболшылар біреміз, көп сөзге жоқ екенін, олардың жауап беретіні ол нағыз футбол алаңы. Ертең Уэльске осылай гол соғып жатса, Лихтенштейнге бірнеше гол пасын соғып, немесе Қазақстан ұлттық құрамасын әлем чемпионатына шығарсын, айналайын-ау 20 миллион емес, 50 миллион төлейікші. Бастысы шығарса болды деген үмітіміз бар. Келесі біздің пікіріміз ағамыз Тараздың өкілі, дәл осы КВНді кезінде шайқаған Арман Жаналиев Official, Армани деп танылған атпен танылады, енді лақап аты сондай. Арман ағамыздың Инстаграмынан алдық, дәл осы біз өздеріңіз білсеңіздер, Сауд Арабия жерінде болды, Джидда қаласында, енді сол бір қажылыққа барған, қажылықтан бөлек сол Реалдың ойынында көрген, және осы бит Аси қала Мадрид деп шайқап атқан видеосы көп тарап кеткен болатын. Және де енді Жандос Самалбеков деген енді өзінің бауыры ғой, әрине бауырлар арасындағы әзілде түсінеміз. Әреке, құлшылық не болып жатыр? Кешіріңіз деп жазған екен. Бұл жерде бұл туралы да енді Арман ағамыз Нұрсұлтан Құрманның подкастына жауап берген еді. Жалпы сұрадым, олай болады ма дегендей, болады, барлығы дұрыс, ешқандай да құлшылық бұзылмайды дегеннен кейін солай бардым дейді. Және де біз Арман ағамызды осы подкастқа шақырып жүрміз. Арман аға, Армани, қашан келесіз? Халық сізді күтіп қалды, және біздің студиямызда дәл осы Аси қала Мадрид дегеніңізді күтеміз біз сізден. Және одан бөлек тағы да бір комментарий пікір жазған екен. Жадрасынов 04 дейді. Барсадан ұтылуға қатты дайындалып кетіпсіздер деп жазған екен. Бұл енді сол финалға дейінгі ойын болатын. Финалда өздеріңіз білетіндей Арман ағамыз финалда болды. Реал Мадридтің Барселонадан 5-2 болып талқандалып жеңілгенін көрді. Мен де ол жерде болдым, влог түсірдім сіздерге арнайы. Бірақ ең қызығы Арман ағамыз содан кейін бір аптаға жоқ болып кетті. Неге өйттіңіз дегенде сұрақ туындайды. Келесі біздің пікіріміз өзіміздің бауырымыз Дидар Есеневтің телеграм арнасынан алынды. Доп емес деген. Бұл жерде Дидар енді Атлетико 70 минут өзінің үздік ойынын көрсеткен еді. Бірақ ол да жетпеді. Барсафандар құтты болсын, Барселона дәл қазір әлемнің үздік клубы деп осындай смайлық қалдырған екен. Және оның астына Даник деген бауырымыз Ямалда права жоқ, бірақ автобусты айдап кете салды ғой деген екен. Бұл жерде енді ауыспалы мағынада сол бір қайтадан қазақ тілінің бір сан алуандығын, бір құдіретін көрсетіп отыр. Автобус деп бұл жерде Атлетиконы айтса айдап кетті деген енді басқаша мағынада да айтып тұрған түсінеміз. Әрине Ямал қазіргі таңдағы жастардың ішіндегі ең үздік ойыншылардың бірі, үздік вингерлердің бірі, ал Барселона дәл қазіргі таңдағы үздік әлемдегі клубтардың бірі деп толыққанда айта аламыз. Және де келесі біздің пікіріміз өзіміздің бауырымыз Сәлімжан Тасболатұлы дейін деп атым ойлашы. Ойымның бәрі Әлімжан Тасболатұлы ғой. Әлімжан Асқар ғой негізінде. Қайттан түсірейік. Келесі біздің пікіріміз өзіміздің бауырымыз Әлімжан Асқардың телеграм арнасынан алынды, яғни соққы және голдан. Бұл жерде Барселона камбэк жасап тастады деп дәл осы Ямалдың суретін 2-4 деген есепті қойған болатын. Сол жерде кеңес деген бауырымыз былай жазыпты. До конца балет ету деген осы болады, жігіттер. Автобус, пойыздары до конца да тұра алмады.
Ферран мен Ямал кесіп өтті. Осылай ойнайды. Автобусқа қарсы 120 минут бойы ойнап пенальтиге дейін апармай, Симеоне да, баласы да таза клоун екен. Анчелотти осы ойынды көрем деп еді. Тактиканы ұрлап алмасын, қушал деп жазған екен кәдімгідей. Анчелотти мырза бұл енді Ханси Фликпен қазір осы маусымда біраз кездесті, ешқайсында жеңіп жатқан жоқ, бірақ десек те Анчелоттидің енді миында көптеген тактикалар, жүйелер осы Барселонаны қалай тоқтатам дегенде ой болып жатқан сияқты. Ал Симеоне бұл тұста енді білмеймін, екінші голды жіберіп алғаннан кейін Симеоне шабуылға шықпау керек еді ма, дәл осы тең нәтижеге қанағат тұту керек пе дегенде ой болады өзімде. Бірақ Барселона қорғаныста Атлетико ойнаса да кез келген ойында қазір өздері қаласа жеңіске жете алатын ұжым.